Апрель пәнжішәмбе. Қадірлі тамашачылар, хәзір біз сізні жер дәрісіне шақырабыз. Әйе, яңа сәхифәбіз нәқ шулай деп атала. Жер дәрісінде біз элек популяр болып, бүгін ұнытыла түшкен татар тілінде yazылған жырлар белән таныштырабыз. Бүгінгі дәрісібіз Ринат Харис шигыре Резида Ахиярова киіне yazылған «Білем маршы» жырына бағышлана. Әлігі сәхифә Татарстан Республикасы рәисе қаршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасына яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Қыңғыраулы мәктәп йыллары кішіге білім бире, дуслық, туғрылық сифатларын тәрбиели, тұрмыш дәрісләрін бире. Әлігі сифатлар кіші күңіліне жер мұң оша сіңе. Біздің бүгінгі жер дәрісінде тонылған шағир һәм композитор үзе дә катнаша. Барас темпны салмағырақ етіп, танышырақ еттіріп, ол марш темпында болырға тиіш. Шулай етіріп жарларға. Шүгіт атлап бара. Балалар, әйдәгіз бірінші куплетні Ринат абайның өзі білән үйрәнігелі? Әйдәгіз. Сіз бит енді аны яттан білесіз, балалар, бит. Хәзір исегізге түшірем. Шатланып, ашып кіремін мәктәп ишігін. Білімнің зур кіш екенін білген кіші мен. Мына шушыны хәзір енді жырлап қарайық. Бұл жырының тарихы бик ерақта. Бұл енді 80-нче еллар ярты ғасырға яқын әлік язылған жыр. Меңа кімдір әйтті болса керек. Мәғариф министрлығымнан мы әйттілер. Неге әлі бірінші қыңғыраудан соң балалар кіріп, мына шушы жырны жырламасқа тиішлер. Яңғыра күміш қыңғырау бізні қаршыла, қушыл әйді һәм қуат бер білім маршына. Менің бала шағымда біз әр вақыт жыр дәріслерінде мына балаларға бағышланған, я болмаса Татарстанға, я болмаса Советлар Союзына бағышланған жырлар жырлай тұрған едік. Гимнны жырлай тұрған едік. Ол нендедір бір дәрт кірті көңілге, өзіңні ұлы, дәулетке бәйлі, халқыңа бәйлі бір кіші етіп тұйырға мүмкінлік бере тұрған еді. Шының үшін мен де шундай бір шиғыр yazып, Резида Ахиярова білән жыр болдырмабызмы деген ойда ерідім. Һәм мына шушы білім маршын yazып та қойдық біз. Һәр жырның тарихта қалған рухи қиммәтләре бар. Біздің келешек бүгін мәктәптә оқушы малай қызлар қолында. Патриотик жырлар, тонтаналы мәктәп линиклары, класс сәғәтләре бүгін айрыша мөһим. Югыйсә, һәр кем күңеленә ватан, ил, мәктәп темалары бик якын һәм кадерле. Үткән заманнарда, социализм заманаларында балаларны тәрбияләү, кішіні музыка аша тәрбияләү, рәсім сәнгаты аша тәрбияләү кішілі болған. Бүгінгі күнде де мына бұл хасиятны жәмғиятыбызның бұл үшін күшейтірге керектір деп ойлайым. Білім маршымы ол, башқа түрлі шушындай патриотик жырлармы мәктәпләрдә булырга тиеш. Балалар, әйдәгіз қалған куплетларны композитор Резида Ахиярованың өзі білән үйрәнек.
Сезнең исегездәдер инде бу сүзләр. Мин сезнең исегезгә тагын кабат төшерәм. Шатланып ачып керәмен мәктәп ишеген. Бар көчемне биреп уку минем төп эшем. Яңгырак көмеш кыңгырау безне каршыла. Кушыл әйдә һәм куәт бир белем маршына. Балаларга музыка күмәк җырлар аша бирелә. Бу җыр балаларны берләштерүче, алга өндәүче, алдагы тормышына яраклаштыра. Бу җырны Ринат абый миңа тәкъдим итте язарга. Чөнки аңа кемдер мөрәҗәгать иткән, балалар өчен менә мәктәптә җырлый торган җырлар бик аз дип. Бу җыр язылды, әлбәттә, башлангыч класс укучыларына. Алар ничектер менә күтәренке күңел белән 1 сентябрьдә килеп, шундый марш тибында җыр бу. Аларның менә ниндидер матур бәйрәмгә килгән кебек шулай хис итеп яздым мин. Уже шундый ниндидер менә ритм бар. Ул Азат хатын журналында басылып чыкты, һәм балалар журналы бар иде, Ялкын дигән. Шул журналда да басылып чыккан иде ул. Күргәч, кешеләр шатланып башкара да башладылар, балалар да һәм укытучылар да балаларның репертуарында мәктәптә өйрәтә башладылар. Менә мин үзем музыка язганда гел мөрәҗәгать итәм һәм игътибар итәм текстка. Минем өчен һәр сүз үзенең нотасын, үзенең әһәңен ничектер менә минем күңелдә яңгырый башлый. Шатланып ачып керәм мин мәктәп ишеген, ишетәмен ватанымның йөрәк тибешен. Яңгыра көмеш кыңгырау безне каршыла. Кушыл әйдә һәм куәт бир белем маршына. Әйдәгез җырлыйбыз. Балалар, сезгә бу җыр ошадымы соң? Нәрсәсе белән ошады ул сезгә? Миңа бу җыр ошый, чөнки ул күтәренке кәефтә һәм яңа белемнәр алырга өнди. Миңа бу җыр ошады, чөнки ул бик дәртле. Бу җыр безне үз артыннан белем иленә чакыра. Кыңгыраулы мәктәп еллары кеше күңеленә мәңгелеккә уелып кала. Мәктәп җырлары безне балачакка алып кайта, иң кадерле истәлекләрне бүләк итә.
нинди